қазір енді ғалымдарды біз көп деп айта аламыз. Содан кейінгі толқын міне осы Алаштың ақ жолынан шыққан. Мен қазір енді өзімнің есебімше бұл байқауға 1000-нан астам адам қатысты қазір. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Бүгін Ақ жол партиясының алаңына белгілі қаламгер, ғалым, филология ғылымдардың кандидаты, Гумилев атындағы ұлттық университеттің қазақ әдебиеті кафедрасының доценті Қайырбек Кемеңгер келіп отыр. Қайырбек Қошке Кемеңгерұлының немересі, оның үстіне ғалым. Өздеріңізге белгілі, Ақ жол партиясы мәжіліске кіргеннен бері, енгеннен бері қаншама депутаттық сауалдар жолданды. Қаншама іс-шаралар атқарылды. Сол іс-шаралардың біреуі бұл жастардың, жас ғалымдар мен мамандардың арасында, студенттердің арасында Алаштың ақ жолы байқауын міне биыл бұйырса 13-ші рет өткізіп жатырмыз. Жастар арасында бұл байқау негізінде жас студенттерге, ғалымдарға, мұғалімдерге арналған болатын. Сол себептен біз осы байқау арқылы біріншіден жастар арасында Алаш ұстанымдарын, Алаш идеясын насихаттауға, таратуға тырысып отырмыз. Бір тарапынан, екінші тарапынан жастардың қазіргі кезде осы заманауи өмірімізге, заманауи дамуымызға көзқараспен бөлісу мүмкіндік берудеміз. Саяси партия ретінде, парламенттік партия ретінде біз үшін осы Алаш ұстанымдарының қазіргі 21 ғасырдың үстіндегі қажеттілігі қаншалықты екенін білуіміз керек. Және де міне бүгінгі осы байқау үстінде өте қызық бірнеше ұсыныс, бірнеше қызық сондай пікір пайда болып отыр. Біздің бастамаға қолдау көрсеткен жас ғалымдардың шоғырына бір үлкен рахмет айтқымыз келеді. Дихан Қамзабек бастаған алашшыл ғалым азаматтар осы біздің үндеуімізді жерге тастамай әрқашан өздерінің көмектерін көрсетіп келе жатыр. Қайреке, өзіңіз де осы міне күні кеше ғана 22 қараша күні Талдықорған қаласында Алаштың ақ жолы конкурсына барып қатысып, төреші болып, жюри болып қатысып келдіңіз. Жалпы, Қайреке, қош келдіңіз бүгінгі ақ жолдың шаңырағына. Жалпы сұрақ мынандай. Бүгін Алаш құндылықтарын, Алаш идеясын біз жастарға сіңіріп, жастарға осы Алаш ұлағатын жастарға жеткізе алып жатырмыз ба? Осы жастар конкурсының басы-қасында өзіңіз жүрсіз, Қайреке. Осының барлығын біздің көрермендерімізге дұрыстап, тәптіштеп түсіндіріп берсеңіз. Қош келдіңіз, Қайреке. Бәрекелді, қайырлы күн. Ақ жолдың шаңырағы, Ақ жолдың онлайн көрермендері. Шын мәнінде Алаштың ақ жолы деп аталатын байқау, бұл интеллектуалды сайыс, теңдесі жоқ. Республикамызда осы Алаш мұрасын насихаттайтын, алаштанушыларды қолдайтын бірден бір байқау. Міне осымен 13-ші жыл қатарынан үздіксіз дәстүрлі түрде республикамызда өткізіліп келе жатыр. 35 жасқа дейінгі жастарды алаштануға осы бір келіп жатқан ізденушілерді қолдап отырған байқау. Бұл байқауды өзіміз жақсы білеміз. Бірнеше жыл күтіп жүрген, жылда қатысам деп үміттеніп жүрген, тағы да материал жинап, жаңа дүниелер жазып жүрген ізденушілер де хабарласып жатады. Соған қарағанда аталған байқау алаштанушылардың ішінде біршама танымал болып қалды. Бұл біріншіден. Екіншіден, енді расында да жаңа өзіңіз айтпақшы, Алаш дегеніміз бұл жаңа музейдің құндылығы емес, оны сырттан ғана тамашалап, сүйсініп, сырттан ғана қарайтындай дүние емес. Оны біз бүгінгі күнмен сабақтастыруымыз керек, бүгінгі күнмен байланыстырып, елдігімізді, тәуелсіздігімізді нығайту үшін Алаштың құндылықтарын, тағылымын, мұрасын, идеясын барлығын насихаттауға тиістіміз. Міне осы орайда Алаштың дүниесін насихаттап отырған 21 ғасырдағы Алаштың ақ жолы байқау өте бір керемет дүние деп білеміз. Себебі биыл мысалы 400-ден астам жұмыс келіп түсті. Бірінші іріктеу кезеңіне республикамыздың барлық аймағы қатысты. Барлық өңірлерден осы жастар 420-дай жұмысты жіберді. Комиссия құрамы жұмыстарды іріктеп, екінші кезеңге 4 номинация бойынша екінші кезеңге 40-42 жұмысты іріктеді. Сонда бір орынға шамамен енді орта есеппен 10 жұмыс таласып отыр ғой екінші кезеңге өтудің өзіне. Ал енді комиссия құрамы жаңа өзіңіз айтып отырғандай
биыл жұмыстың көптігіне байланысты белгілі алаштанушылар комиссияның төрағасы академик Дихан Қамзабекұлы, алаштанушы академик, ұлттық ғылым академиясының академигі Шерубай Құрманбай, алаштанушы ғылым және білім министрлігі ғылым комитетінің төрағасы Ербол Тлешев, алаштанушы филология ғылымдарының докторы профессор Сағынбай Жұмағұл, Өмірзақ ағамыз алаштың экономикалық көзқарасы бойынша мұраларды материалды тексерген Мәскеу мемлекеттік университетінің қазақстандық филиалының профессоры ағамыз бар. Одан кейін мына жас алаштанушы 21 ғасырдағы алаштың ақ жолы байқауын 2015 жылы жеңген Елдос Тоқтарбай. Ол да осы жастардың атынан байқауға қатысты комиссияның құрамында. Екінші кезеңге келіп түскен жұмыстарды іріктеп, сөйтіп біз Талдықорғанда екінші кезеңді өткіздік. 21 ғасырдағы алаштың ақ жолы жалпыұлттық байқауы бұл шын мәнінде қазір Қазақстанның территориясынан шығып кеткен халықаралық деңгейде танылған үлкен байқау болды. Бұл байқаудың осылай тұрақты дәстүрлі жыл сайын өтіп жатқаны бірінші тұрақтылықтың белгісі, және Ақ жол партиясының басшыларының төралқасының осы байқауды жыл сайын өткізуге мүдделі екенін көрсетуге болады. Енді не істейміз? Өте жақсы ұйымдастырылды, жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Батыстан, шығыстан, оңтүстік, солтүстік, орталықтан бүкіл жастарды партия Алматыға жинап, Алматыдан Талдықорғанға барып, сөйтіп барып, күні бойы байқау өтті. Жаңағы ең алдымен Жансүгіровтің ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Партия төрағасы Азекең Азат Тұрлыбекұлының өзі қатысып, парламент депутаттары, Ақ жолдың атынан Қазыбек Иса ағаларымыз барлығы қолдау білдіріп, аймақтағы филиалдың басшылары, Ақ жолдың ел азаматтары, өнер азаматтары барлығы осы байқауға келіп қатысып тыңдады. Біздің енді Ақ жол партиясының жылда жастарды әр аймаққа барып отырғанның өзі үлкен бір тәжірибе және үлкен бір тағылымды дүние деп айтар едік. Былтыр мысалы бұл байқаудың екінші кезеңі Қызылорда қаласында өтті. Қызылорда енді өзімізге жақсы мәлім, алаштың астанасы болған, тарихи мекен. Финалдық байқау Қарағандыда өтті. Оның алдындағы байқаудың екінші кезеңі Шымкент қаласында өтті. Оның алдында жаңағы Ақтөбе, Орал, Ақтау, Алматы, Қостанай, осылай Қазақстанның әр аймағында, Тараз қаласы, әр аймағында алаштың екінші кезеңі өтіп келе жатыр. Биыл Талдықорғанға таңдау түсті, себебі Жетісу ол да алаш қайраткерлердің шыққан, үлкен шоғыр шыққан тарихи жер. Бұл жерден алаштың конституциясын жазған, алаштың уставын жазған Барлыбек Сырттанұлы туып өскен аймақ. Бұл топырақтан Алашорда ұлт кеңесінің мүшесі болған Мұхамеджан Тынышпайұлы шыққан өңір. Жетісу жерінен Алашорда ұлт кеңесінің мүшесі Базарбай Мәметұлы, Садық Аманжолұлы, алаштың қайраткері, екінші жалпы қазақ қырғыз съезіне қатысқан Біләл Сүлейіптер шыққан аймақ. Міне осындай атақты алашты қолдаған, жаңа қазақ романына бәйге жариялаған Маман қажының топырағы, Мамания мектебі іргетасы қаланған, жаңа оның барлығы кейін осы Біләл Сүлейіптерді, Жансүгіровтердің шығуына септігін тигізген атақты Маман қажының туған өлкесі ғой. Міне осы жерді жастар көрсін, Жетісу жеріне барсын деген ұйғарымға келіп, партия екінші кезеңді биыл Талдықорғанда өткізіп отыр. Және менің енді бір риза болатыным, жаңағы екінші кезеңге баратын жастардың жол шығыны, жатын шығыны, тамақтануы, жаңағы экскурсия жүргізуі, бұның барлығын партия өз мойнына алып, бәрін көтеріп отыр. Одан бөлек екінші кезеңге өткен жаңағы 40-тан астам жұмыс иегерлеріне ақшадай демеушілік жасап, жаңағы сыйақы беріп отыр. Биыл сыйақының көлемі 75 мыңға көтерілді. Ол да үлкен бір қолдау деп ойлаймыз. Ал енді үшінші кезең финалда Құдай қаласа енді жеңімпаздарға биыл үшінші орынға өткен жұмыстарға 300 мың, екінші орынға өткендерге 500 мың, бірінші орын алған әр номинация бойынша жеңімпазға 700 мың теңге тігіліп отыр. Бұл үлкен қолдау жастарға деп есептейміз, және 12 үміткер Құдай қаласа осындай сыйақыға қол жеткізеді. Өздері де жаңағы әлеуметтік желіге жазып жатыр, жаңа қатысқан жастар,
жаңа оқып жатырмыз ғой, жаңа Инстаграм парақшасынан, Фейсбуктан, барлық жерде қатысқан жастардың риза болған көңілі, пікірі, осы бір байқау өте жоғары деңгейде ұйымдастырылғанына барлығы қолдау білдіріп жатыр. Соған біз де қуанып отырмыз. Алаш бізбен бірге жасайды, бізден кейін де Алашқа біздің ұрпақта қайтып оралады. Бұл енді мәңгілік құндылық, мәңгілік қазақпен бірге жасайтын ұлы дүние. Себебі тәуелсіздікті, елдігімізді, қазақ болып сақталуымызды біз тілейтін болсақ, біз қаласақ та қаламасақ та Алаштың құндылығына орала береміз. Үнемі бір айтатын менің бір сөзім мынау: тәуелсіздікті қорғағанымыз бұл Алашты қолдағанымыз деп айтамын. Міне осы жолда Ақжол партиясы, енді Ақжолдың басқа да атқарып жатқан игілікті істері бар ғой, жаңағы кәсіпкерлерді қолдап жатқаны, басқа да шаруалар бар. Бірақ менің ойымша Ақжол бағдарламалы түрде, дәстүрлі түрде, үздіксіз осы Алашты қолдап келе жатқаны, Алашқа қатысты осы байқауды ұйымдастырып жатқаны, жаңа үкіметке сауал жолдап отырғаны, Алашқа байланысты қандай да бір шараларда болмасын қолдап отырғаны бізді қуантады. Сондықтан түптің түбінде кейінгі ұрпақ бағасын бере жатады деп ойлаймыз. Жаңа біз Маманғажыны еске алып отырмыз ғой, кезінде қазақ романына бәйге жариялады деп. Тура сол секілді Ақжол партиясының кейінгі ұрпақ осы бір оң тірлігін, игі тірлігін кейінгі ұрпақ ықыласпен еске алады деп ойлаймыз. Кешегі келіп түскен жұмыстарды қарап отырғанда ішінде бір үлкен бір жаңалық болатындай да жұмыстар бар екен. Соларға да мен бір ауыз енді мүмкіндік болса тоқталғым келеді қазір. Әрине, сол үшін жиналып отырмыз, Қайреке. Бұл мынау әлі есімде, осы Алаштың Ақжол конкурсын бірінші бастаған кезімізде, енді шынын айту керек, әртүрлі түсінбеушілік болды ма екен. Сәбит Байдалы марқұм ағамыз бар. Сол кезде басталған тіптен жаңағы дайын еңбектерден көшіріп алған еңбектер де болды. Бірақ көш жүре түзеледі деп бүгін өзіңіз сияқты ғалымдардың бағалауынша Алаштың Ақжолының сапалық көрсеткіштері жақсарып келе жатыр деп айтуға болады. Бүгінде мынау өзіңіз қатысқан осы конкурста қандай бір жаңа серпін, жастардың бір іліп аларлық, жылт етерлік, жарқ етерлік қандай бір еңбектері болды, соған тоқтала кетсеңіз. Ең алғашқы байқауда әлі есімізде жас мөлшері жағынан шектеу қойылмаған еді. Онда үлкен алаштанушыларда елге танымал кітаптар шыққан, ғалымдар да қатысып, бірінші байқауда солар жеңімпаз болған еді. Кейінгі жылы партия шектеу қойып, 35 жасқа дейінгі жастар ғана қатыссын деп, сондай бір байқаудың шартына өзгерістер енгізді. Және де жеңімпаз 2 жыл қатыса алмайды, 3-ші жыл ғана қатысады деген шартты қосып отыр. Себебі енді басқа жаңа есімдерді көрейік, осы Алашпен айналысып жүрген ғалымдар шықсын деген бір ықылас болды да. Сөйтіп биылғы байқауға өткен 2-3 жыл бұрын жеңімпаз болған үміткерлер және қатысты. Оларды да көрдік. Олардың кейбіреуі енді өткен жоқ финалға, біреуі өтті. Ал енді жұмыстарға келетін болсақ, мына жерде 4 номинация деп отырмыз ғой. Енді Алаштың әлеуметтік саяси идеясы және оның қазір Қазақстандағы сабақтастығы. Бірінші номинация Алаштың рухани ағартушылық қызметі және оның қазір Қазақстан қоғамына маңызы. Рухани ағартушылық қызмет. Біріншіден әлеуметтік саяси идея. 3-ші номинация Алаш қайраткерлерінің экономикалық көзқарасы және кәсіпкерлікті дамыту. Бұл енді таза Ақжол партиясының өзінің қолданып отырған ұстанымы, саясаты. 4-ке келгенде Алаш тарихының ақтаңдақтары. Енді көп жұмыстарда біз байқап қаламыз, бұрыннан мәлім әлеуметтік желіде, интернетте бар дүниелерді жазып дайындап алып келген жұмыстар кездесті. Оларды біз енді Алаштың ісі енді ол киелі дүние болғаннан кейін бұра тартпай, барынша объективті бағалауға ұмтылып, сөйтіп финалдық турға жаңалығы бар, айтылмаған дүниесі бар жұмыстарды өткізуге біз енді әрекет жасадық. Және ол жұмысты қалай жеткізді, қалай презентациясын жасады, қалай өзінің ойын тарқатты, соның барлығына назар аудардық. Мына жұмыстардың ішінде мысалы Анара Арманқызы бірінші номинация бойынша Алаштан Еговқа дейін цифрлық Қазақстандағы ұлттық өзін-өзі басқару идеяларының сабақтастығы. Өте бір
қызық тақырып болды. Көп айтылатын дүние қазір цифрландырылу, заманға сай тақырып болып тұр. Және алаш дегеніміз, алаштың дүниесін осы егоф арқылы қалай тарқатуға болады, әлеуметтік желі арқылы қалай дәріптеуге болады. Осыған ұқсас тағы да бір тақырып болды. Алаш идеясының TikTok дәуіріндегі медиа мәдени жаңғыруы. Өте бір қызық тақырып болды. Және оған қатысып отырған заманауи тақырып. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Әбдіхалық атындағы мектеп гимназиясының мұғалімі екен. Анау ауылда жатқан мұғалім Маңғыстау облысынан осындай бір қызық тақырыппен керемет баяндама жасады, презентация жасады. Үлкен бір жаңалығы бар деп ойлаймыз. Қазір бізде мұғалім болғандықтан бізде жаңа платформа арқылы, видео жаңағы жасанды интеллект арқылы көрсетілетін балдарға жұмыста тез қабылдау. Мысалы, сол кездегі алаш зиялылардың, қайраткерлерінің түрлерін осы нейрожүйелер арқылы жаңағы қозғалтып, манағы айтқандай портреттерін қозғарту арқылы өздерінің өмірбаянын қысқаша мәліметтер айтып, сосын тапсырмаға қарай шықса, баланың жаңағы ойлау, тез қабылдау қабілеттерін арттырады. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Алпамыс Файзолла деген азаматты әлеуметтік желіден танушы едік, білетін біз. Болашақ бағдарламасы бойынша Британияда оқып келген азамат. Сол жігіт алаш арыстарын толғандырған тіл мәселесі деген тақырыпта баяндама жасап, Шотландия қайраткерлері мен алаш қайраткерлерін салыстырды. Шотландия жерінде қазір Шотландия тілі өлген екен. Ешкім сөйлемейді екен. Шотландық деген халық бар, бірақ оның тілі жоқ. Шотландия тәуелсіздігінен алаш секілді айырылған заманда кітап шығаруды, газет шығаруды барлығын ағылшын тіліне көшіріп жіберген екен. Алаш қайраткерлері болса, күресіп жүріп, газет шығаруды туған тілінде, ана тілінде, кітап шығаруды, мектеп ұйымдастыру мәселесін барлығын ұлт тілінде ұйымдастыра отырып, сөйтіп біздің қазақ болып сақталып қалуымызға алаш қайраткерлері осындай бір қажырлы қызмет істеп кеткендігін фактімен, дәлелмен және Британияның деректерімен осы баяндама жасап, Алпамыс Файзолла екінші кезеңге өтті. Өте бір керемет жұмыс болды. Одан кейін мына жерде үлкен бір жаңалық болып отырған Дінмұхамед Байжұма есімді екінші курс магистрат Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінен қатысты. Бұл азаматтың тақырыбы Алашорда мен Чехословак корпус арасындағы қатынастардың беймәлім қырлары деп аталады. Сөйтсек, 1921 жылы Чехословак корпусына қатысқан азаматтар, Чехословак әскері, енді тарихшылар жақсы біледі, олар ақтардың қатарында қызылдарға қарсы соғысты, Чехословак корпусы. Сөйтіп, қызылдар жеңгеннен кейін Чехословак корпусының әскерлері Европаға шегінді. Енді қашты, былай жағынан енді жаңағы Владивосток арқылы, мына жағынан Европаға кетті, Қара теңіз арқылы. Әйтеуір аман жеткендері еліне барып, Алашорда жайында, қазақ жайында кітап жазған екен. Сол кітап 1921 жылы Чехословакияда шығыпты. Кітаптың ішінде қазақтың тарихы, қазақтың этнографиясы және ең құнды жері кітаптың ішінде Абай туралы біраз деректер бар. 1921 жылы Абай туралы Чехословак тілінде, Әлихан туралы көп дерек бар жаңа кітаптың ішінде. Алаш әскері туралы деректер бар. Алашорда үкіметі осы автономиялы жұрт болуға ұмтылды, тәуелсіз ел болуды тіледі, алаш қайраткерлері сол үшін күресті, бірақ мақсат армандары жүзеге аспады деген 1921 жылы кітап жазып отырған Чехословак әскерінің азаматы сондай кітап шығарған екен. Сол кітаптың ішіндегі суреттерді, деректерді біздерге көрсеткенде біз өзіміз риза болдық. Бұл үлкен бір жобаның, жұмыстың алып шығарып отырған бір жаңалығы дер едік. Бұны керек десеңіздер, ұлттық арна, хабар арналары бола ма, кеңірек насихаттау керек осы. Алаштың ақ жолы арқасында Дінмұхамед Байжұма есімді ізденуші, Құдай қаласа енді финалға өтіп отыр. Мына жұмыс бұйыртса үлкен бір сенсациялы жұмыс деуге де болады. Одан басқа мысалы Серікбай Ақаев, Мұхамеджан Тынышбаев, Әлмұхамед Көтібаров. Осы үш қайраткер, алаштың көрнекті үш қайраткерінің бірге түскен бір тарихи суреті бар. Үш арыс суретін шығарып қойды да, Даниял Айдаров деген бірінші курстың студенті Әл-Фараби атындағы. Бүкіл анау үш арыстан тараған ұрпақ, олардың үрім бұтағы, олардың алдымен өздері
туған туысқандары, бертінге дейінгі немерелері, шөберелері, нағашы жиендері барлығын сайт арқылы тізбектеп отырып, соның ішінен қаншасы репрессияға ұшырады, қаншасы кейінгі кезеңде ғылым докторы болды, академик болды, қайраткер болды, соның барлығын бізге тарқатып беріп, және олар бірімен бірін табыстырған екен туысқандарды. Бірімен бірі жіптер үзіліп қалған, байланыс үзіліп қалған, біреу Сочиде, біреу Ресейдің бір аймағында. Соларды мына жігіт зерттеп, кім кімге қалай туыс болып келеді, өте бір керемет жаңалығы бар жұмыс болды. Мына өзі студент бола тұрып, жаңағындай бізге жұмысты ұсынды. Данияр Ихсан Еуразия ұлттық университетінің докторанты. Бұл жігіт осыдан бір 2-3 жыл бұрын жеңген, осы алаштың байқауына қатысқан еді. Ғазымбек Бірімжанұлының мұрасы бойынша кітап жазды. Бұл жолы Даниярдың ұсынып отырған тақырыбы Қазақ ағарту институты тарихынан. Қазақ ағарту институты Ташкентте негізі қаланды, оны қалаған алаш қайраткерлері. Бірақ біздің қазіргі тарихшылардың айтып жүрген бір фактісі, бізде Қазақстанда жоғарғы оқу орны 1928 жылы Алматыда ашылды дейді. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет 1928 жыл Абай атында Алматыда ашылды. Енді тарихи факт солай. Қазақ топырағында Алматыда ашылды. Бірақ оның ар жағында Ташкент бар ғой. Ташкент кезеңінде қазақ жоғарғы оқу орнының ұйымдастырылуы, ол біздің тарихымызға енбей жатыр. Кітаптарымызда болсын, ғылыми деректік еңбектердің барлығында осы бір кезеңге қатысты сұрақтар әлде шешімін таппай жатыр. Ол жөнінде алаштанушы Дихан Қамзабекұлы көз зерттеу мақалада жазған, сайтқа да жазды, үнемі осы біз жоғарғы оқу орнының тарихын 28 жылдан бастамауымыз керек. Оның ар жағында Ташкент кезеңі қамтылу керек. Ол жерде құрылған Смағұл Садуақасұлының жоғарғы оқу орнын құрудағы қызметі, ол жерде Ахмет Байтұрсынұлы, Халел Досмұхамедұлы секілді алаш қайраткерлерінің еңбегі барлығы ескерілу керек деген тұжырымды ойды Дихан Қамзабекұлы айтқан еді. Міне осы ұстанымды тереңдетіп, жаңа тың деректерді қосып, Данияр Ихсан Ташкент кезеңіне қатысты біраз жаңалықтарды көрсетті, және тұжырымды керемет ойлар айтты. Жалпы менің өзімнің пікірім, бізде бір ұстаным жоқ. Мысалы, Қазақ радиосының тарихын біз Орынбордан бастаймыз. Орынборда 1921 жылы радио қазақ тілінде сөйлей бастады. Ол радионың басы қасында Ахмет Байтұрсынұлылар болды. Орынбор біздің астанамыз болды ғой. Яғни қазақ радиосының қазір шежіресін тарихын оқысақ, 1921 жыл негізі қаланды дейді. Енді газет тарихына келетін болсақ, қазір енді ресми бірінші бас газетіміз Егемен Қазақстан, еңбекші қазақ боп совет заманында шықты. Оның алдында ол тағы да Орынбордан шыға бастаған газет қой. Орынбор кезеңі газеттің тарихында, радионың тарихында қамтылады. Жоғарғы оқу орнының тарихына келгенде бізде ұстаным өзгеріп кетеді. Ол жерге келгенде біз Ташкентті ескермей жатамыз. Ташкенттегі қызмет істеген алаш қайраткерлерінің еңбегі, олардың жоғарғы оқу орнын ашқандағы қызметі қала берді. Дихан Қамзабекұлы айтады, 1918 жылдан бастау керек дегенде ой айтылып жүр. Түптің түбінде соған да келетін шығармыз. Міне осындай бір қоғамдық пікірді қозғау үшін де мына секілді жұмыстар бізге маңызды. Біз енді қазір 25 жыл отырмыз, 26 жылға кірейін деп жатырмыз. Естуімізше Абай университеті 28 жыл 100 жылдығын тойлайын деп жатыр. 2028 жылы 100 жылдығын тойлайды дейді. Енді соған дайындалып жатқан көрінеді. Бірақ тағы да айтамыз, ар жағындағы Ташкент кезеңін қалып қоя ма сонда? Неге біз жаңағы 18-ден бастаймаймыз, болмаса жаңағы 25 тым болмаса жаңағы Смағұлдың ашқан 25 жылы жоғарғы оқу орнының 25 жылы халық ағарту комиссары болды ғой. Сол жылдан бастасақ, биыл міне жоғары 100 жыл болып отыр ол вуздың ашылғанына. Міне осындай дүниелерді біз тыңдап қайттық. Енді тағы да бір жағдай, мына жобаның жастарға беретіні, жастар бір-бірімен танысады. Осы бағытта кім немен айналысып жүр, соның барлығын көреді. Жаңа ортақ чаттары бар, чаттарда пікірлерін жазып жатыр, бір-бірімен араласады, сөйтіп өмірлік досқа айналып кетіп жатыр. Осы жоба
сондай мүмкіндікті де беріп отыр жастарға. Кім қай бағытта, қай тақырыпта зерттеу жүргізіп жүр, осы кезден бастап соның барлығын жоба бізге беріп жатыр да мүмкіндікті анықтауға. Тегінде мысалы 90-шы жылдары еліміз тәуелсіздік алған кезде алаштанудың бастауында үлкен академиктер, енді Кеңес Нұрпейісов, үлкен ақсақал Ғалым Ахметовтердің алаш болғанда деген еңбегі бар, Кеңес Нұрпейісовтің алаш һәм алаш орда деген еңбегі бар, Мәмбет Қойгелді академик тарихшы ағамыздың алаш қозғалысы деген фундаменталды монографиялық еңбегі бар. Міне 90-шы жылдар осындай Талас Омарбеков ағамыздың зерттеулері, Хангелді Әбжановтың, енді оның алдында жаңағы Манаш Қозыбаевтардың зерттеулерін барлығын біз білеміз да. Бірақ ол кезде осы алашты совет заманында енді Бейсенбай Кенжебаевтардың барлығын, енді Қай Мұхамедханұлдарының еңбектерін біз жоғары бағалаймыз. Ол енді алаштану дегеніміз ол алаш заманында басталған дүние. Ар жағында алаш кезеңінде қаншама орыс тілінде, қазақ тілінде еңбектер шықты. Кейін кеңес кезеңі, мен осы 90-шы жылдардан айтатын болсам, 90-шы жылдары алаштануға келген, жаңағы университет бітіріп, аспирантураға түскен жас толқын алаштанушылардың ішінде, мысалы, кеше ғана мына өмірден өткен Қазыбек Құттымұратұлы, Ғарифолла Әнес, Арыс қорының директоры болды, қаншама алашқа қатысты тың дүниені жариялады. Бейбіт Қойшыбаев ағаларымыз, одан кейін міне өзіміздің алдыңғы толқын Шерубай Құрманбайұлы, Дихан Қамзабекұлы, Сұлтанхан Жүсіп, Амантай Шәріп сынды 60-шы жыл туған ғалымдар 90-шы жылдары олар алаштануға келді де өз мүмкіндіктерінше алаштың біраз дүниесін жариялады, жарыққа шығарды, зерттеді, сөйтіп ел жұртқа насихаттады. Кейін түрлі кезеңді бастан кештік. Қазір енді айтып отырмыз ғой, ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан деген терминдерді қолданамыз. Алашты қолдаған адам болды, алашқа қарсы болғандар болды, алаштың дүниесін жариялаймыз дегенде жаңа солтүстікке жалтақтаған адамдар болды. Тыйым салайық, жаңа көше атын беретін болсақ та, мектеп атын берсек те, алаштың конференциясын өткізсек те, бір жерден рұқсат сұрау керек болды жатты. Демеушілер өз қаражатымен алашқа арналған бір конференция өткізіп жатса, соның өзін әкімшіліктің рұқсатын сұрау керек болды. Алаштың 100 жылдығында өзіңіз білесіз ғой, 17-ші жылдары. Ондай да бір кезеңдерді бастан кештік. Міне осындай бір кезеңде алаштанушылар, Тұрсын Жұртбай ағамыздың шәкірттері біраз көптеп қоғамда шықты да, енді олардың қатарында қазір енді ғалымдарды біз көптеп айта аламыз. Содан кейінгі толқын, міне осы алаштың ақ жолынан шыққан. Мен қазір енді өзімнің есебімше бұл байқауға 1000-нан адам қатысты қазір. 12-13 жылдың ішінде 1000-нан аса адам байқауға қатысып, соның ішінен 100-ге жуығы 100-ден аса жеңімпаз және жүлдегер болды. Олар енді Қайырке сөзіңіз аузыңызда, олар жай адамдар емес қой, бұлар ғалым болуға талаптанып отырған азаматтар, солай емес пе? Ғалым болуға студенттер, бұл 1000 адам дегенменен бұл 1000-нан артық адамға татитын жастар деп айтуға болады. Қазір енді жеңімпаздардың ішінде жаңа өзіміз айтып отырған жаңа Елдос Тоқтарбайлар, осы байқаудың жеңімпазы. Қазір енді болашақ бағдарламасы бойынша шетелде оқып жатқан, алаштың байқауын жеңген Алма Сайлауқызы, ол да қазір біраз алашты зерттеп, насихаттап жүрген өте бір белсенді жас алаштанушы. Кешегі жаңа өзіңіз айтқан Оян қазақ фильмінің сценарийін жазған Ұшқын Сейдірахман алаштың ақ жол байқауына қатысқан, Оян қазақты жазған. Мынау тарих порталының қазір басшысы Алтынбек Құмырзақұл деген азамат алаштың ақ жол байқауына қатысқан. Міне осындай алаштанушы Заңғар Кәрімхан, елге қазір танылып қалған алаштанушы, енді бізден кейінгі толқын. Міне осындай жастар, біраз азаматтар осы байқаудан шықты. Байқау оларға керемет бір өздері де күтіп отырады.
осы байқауда биыл кім жеңімпаз болады, қандай жұмыстар келіп түсіп жатыр, кім не жазып жүр деген дүниені енді алашқа шын берілген жастар бұл байқауды жылда күтеді. Өзімді сонында аңғардым. Сосын енді кітап болып шығатын жағдайы да бар ғой. 21 ғасырдағы Алаштың ақ жолы байқауының осы жүлдегер жұмыстары, яғни 12 жұмыстың барлығы жыл қорытындысы бойынша кітап болып шығады. Және ол кітаптың ішіне Ақжол партиясының сол жылы атқарған, алаштану бағытында атқарған қоғамдық жұмыстары, жаңағы үкіметке жолдаған сауалы бола ма, парламенттегі түрлі бір шаралар бола ма, солардың барлығы кітаптың ішіне енгізіліп отыр ғой. Және де жастарға енді бір үлгі ретінде комиссия мүшелерінің негізінен алаштану бағытындағы мақалалары топтастырылып, осылайша кітап 21 ғасырдағы Алаштың ақ жолы кітабы жылда шығарылып, тегін таратылып, кітапханаларға, университеттерге, қатысушылардың қолдарына тегін жеткізіліп отыр. Бұл да алаштануға қосылған үлес. Енді не істейміз?